енді бастаған адамдарда олай болу заңды. Енді не істейміз ал? Ағылшын тілін бастадық, бірақ тыңдалымды дамыту керек. Мақсат listeningді дамыту ма? Мақсат сөз қорды арттыру ма? Бірден үлкен бағанағы кино, фильм көріп кетпеңіздер. Толық бәрін түсінудің қажеті жоқ. Сіз жалпы мағынаны түсініп отырсаңыз да жеткілікті болады. Ағылшын тілін енді бастаған адамдардың тағы бір проблемасы олардың күрделі аудиолар тыңдау арқылы өздерінің самооценкасын түсіріп алу. Ағылшын тілін қанша үйреніп жүрсем де тыңдаған кезде мен еш нәрсе түсінбеймін. Немесе мультфильм көрсем дым қақпаймын. Немесе ағылшындар сөйлеген кезде өз-өзімді жоғалтып аламын. Дәл осындай проблема көптеген адамдарда бар. Енді оны қалай шешеміз? Ағылшын тілін енді бастаған адамдарда олай болу заңды. Өйткені ағылшындар біз сияқты қалай жазылды, солай оқыды деген нәрсе жоқ та. Бізде болуы мүмкін, мысалы жазылу кезінде қайда бара жатырсың десе, қайда бара жатсың, қаяққа баратсың деген сияқты сөздермен ауысып кетуі мүмкін. Бірақ бүкіл сөз олай ауыспайды ғой. Ағылшындарда жазылуы бөлек, айтылуы бөлек сөздер өте көп. Керек десеңіз, біз осы деңгейге жеткеннің өзінде де кей сөздерді, яғни қиын сөздердің қалай оқылатынын бірінші тексеріп аламыз. Ол жерде ешқандай қағида жоқ та, мысалы мен мынаны біліп алдым, кез келген сөзді оқи аламын деген сияқты. Сондықтан да ондай проблема бар екен түсіндік бірге. Енді не істейміз ал? Ағылшын тілін бастадық, бірақ тыңдалымды дамыту керек. Ең бірінші айтқым келетін кеңес, YouTube деген дүние бір керемет дүние бар. Мен сіздерге айтайын, осыдан біз 2009-да мен ағылшын тілін үйреніп бастадым дедім ғой. Мен мектеп бітірген кезде ағылшын тілін нөл болған адам. Мен университетке түскеннен кейін дамытып, соншалықты деңгейге дамыттық, TESOL сертификатына жететіндей бір бағанағы ай сайын біздің платформаның өзінен 1000-нан астам адам білім алып жатыр да. Ойланып қараңыз, мен ондай деңгейге қалай жеттім? Мен бастаған кезде әлі YouTube дамымаған деген сияқты ағылшын тілде ондай ресурс жоқ еді. Кезінде бір кассетамен тыңдау, немесе ағылшын тілді спич тыңдау үшін біз үшін арман болатын. Сол үшін мен нейтив спикерлерді көрсем, солардың қызметінде болып, солардың айтқанын істеп, олардың әшейін сөйлегенін тыңдаудың өзі мен үшін бір керемет бір дүние болатын. Қазір YouTube бар, кез келген адамда мүмкіндік бар. Сол үшін YouTubeға жазасыз short stories, дәл былай жазасыз short stories, in English. Сөйтіп ағылшын тіліндегі бір моралі бар, сондай бір қысқа оқиғалар тыңдайсыз. Бірден үлкен бағанағы кино, фильм көріп кетпеңіздер. Осындай short stories тыңдау арқылы адамда не қалыптасады? Listening қалыптасады және сөз қорды арттыруға мүмкіндік болады. Бірінші жасайтын дүние ол YouTubeға не деп жазамыз? Short stories in English деп жазамыз. Сөйтіп оның шыққан дүниені қарап, үйреніп, ағылшын тілінде бір кішігірім болсын тыңдалымды дамытуға жұмыс жасаймыз. Ал енді екінші жасайтын дүниеміз, кез келген адамда қазір телефон бар. Телефоны бар адамдар не істейміз? App Store'да болсын, Play Market'те болсын, мындай бір дүние бар. Подкаст деген. Подкаст деген бір екі түрлісі бар. Мына фиолетовый болып шығып тұрғаны бар, немесе осы сары түрі бар. Осы подкасттарды басып аламыз. Сөйтеміз де English for beginners, немесе elementary English деп жазатын болсаңыздар, түрлі подкасттар шығады. Естеріңізде болсын, сіз ол подкастта болып жатқан дүниені толық бәрін түсінудің қажеті жоқ. Сіз жалпы мағынаны түсініп отырсаңыз да жеткілікті болады. Мүмкін сіз мағынаны да түсінбейтін шығарсыз, бірақ тыңдай беріңіз. Өйткені қараңызшы, жалпы баланың сөйлеуі қалай қалыптасады? Қазақ тілінде болсын, ағылшын тілінде болсын, Өйткені бала не істейді? Ешкім оған грамматиканы үйретпейді. Мысалы қараңызшы, баланың тілі бір 4 жасында, мысалы жақсы сөйлеп 3 жасында, 4 жасынан бастап шықпаса еді ғой. Ешкім оған грамматика үйреткен жоқ. Ешкім оған сөз қоры үйреткен жоқ. Бірақ ол сөйлеп бастады. Не үшін? Өйткені ол тыңдады, қорытты, бір күні соны шығарады. Өйткені бала айналасындағы адамдар қалай сөйлейді, ол да солай сөйлейді. Сондықтан да не істейміз? Тыңдалымды көбейтеміз. Өзімізді бала сияқты сезінеміз, тыңдалымды көбейтеміз. Және де сол тыңдап бір күні бұлақ болып кәдімгідей тіліңізден шығатын болады. Ағылшын тілінде өте көп тыңдау пайда береді. Сондықтан да Play Market'тен болсын, App Store'дан болсын, не істейміз? Бағана подкаст дегендерді басып аламыз да, бастапқы деңгейге арналған бағана подкасттарды ағылшын тілінде тыңдаймыз. Естеріңізде болсын. Қазір сондай бір керемет мүмкіндік қой, айтып жатырмын ғой, біз кезінде мына кассетадан тыңдайтын, ағылшын тілді спич табу деген нәрсе біз үшін проблема болатын. Ал қазіргі таңда сіздерге кәдімгі қолыңыздағы телефонның өзімен құр бағана скроллинг дейді ғой ағылшындар, Инстаграмда бүйтіп айналдырып отыра бермей, не істейміз? Уақыт болса болды, автобуста кетіп бара жатқан кезде, таксиде кетіп бара жатқан кезде ағылшын тілінде подкаст тыңдау. Екінші жасайтын дүниені анықтап алдық, яғни подкаст тыңдау. Қараңыздар, ағылшын тілін енді дамытып бастаған адамдардың проблемасы маған таныс емес сөздер өте көп кездеседі дейді да. Ол заңды, таныс сөздер сіздің деңгейіңіз емес, менің деңгейімде де, менің деңгейімнен де жоғары адамдардың деңгейінде де таныс емес сөздер кездесе береді. Проблема жоқ, өйткені ол неше миллион сөз бар ағылшында, мысалы миллионға жоқ сөз бар дейік. Сіз оның бәрін біліп кету мүмкін емес. Яғни бұл жерде мүмкін емес деген не, үмітіңді жібер деген сөз емес. Соны тырысамыз, жасаймыз. Сол үшін мысалы біз түсінбей қалған сөз көрдіңіз, яғни таныс емес сөз көрдіңіз, не істейміз? Общий мағынаны, яғни жалпы мағынаны түсінуге тырыстыңыз, яғни жалпы мағынаны қабылдап отырсаңыз, болды, сізге сол жеткілікті. Кейін барып сөз қорды арттыру мақсатында ғана таныс емес сөздермен ғана жұмыс жасаймыз. Түсінікті ғой? Бұл жерде мақсатты айқындап алайық. Мақсат listeningді дамыту ма? Мақсат сөз қорды арттыру ма?
егер сөздік қорды арттыру болатын болса, ағылшын тілінде 1 минут тыңдаған дүниеңізді кәдімгідей қарап, сол жерде мына сөз мындай мағына береді деген сияқты жұмыс жасау. Ал егер мақсат listening дамыту керек болса, сіз жалпы мағынаны түсініп отырсаңыз болды. Мысалы да жалпы мағынаны түсіну деген дүниеге бір қазақша бір мысалмен беріп қойыңызшы. Мысалы айтып көрейік, маған ана ғұлбіні алып берші десем, қазақ тілінде сіз ғұлбі дегенді білмесеңіз де, оның бір зат екенін түсініп тұрсыз, ондай сөзі жоқ шығар. Түсініп тұрсыз, мен мысал ретінде айтып жатырмын. Демек, сіз жалпы мағынаны түсініп тұрсаңыз, ағылшын тілінде де мынау зат екен ғой деген сияқты бір түсінік қалыптасады. Сол үшін жалпы мағынаға қарау деген осы. Мен мысалы кеше адастыра жаққа барып қайттым. Адастыра не екенін қазір мысалы ешкім білмеуі мүмкін да. Бірақ адастыра жаққа барып қайттым деген, яғни бұл мекен екенін түсініп тұрсыз. Дәл осылай жалпы мағынаны конспекттің түсіну деген дүние болады ғой, бір соны түсініп алсаңыз, ол кезде мағыналық жағынан түсініп алсаңыз болды. Ары қарай бір қатты кіріп кетіп ішіне, ол тек қана сөздік қорды дамыту кезінде ғана керек болады. Ағылшын тілін енді бастаған адамдардың тағы бір проблемасы, олардың күрделі аудиолар тыңдау арқылы өздерінің самооценкасын түсіріп алу. Мысалы енді ағылшын тілін үйреніп жүрмін деп жүрсің, бір текст кездеседі, ана текст тыңдаған кезде сіз дым түсінбейсіз. Ой, бұл мен үйреніп жүрмін ба десем, дым үйрене алмаппын ғой деген сияқты адам өз-өзін тастап жібереді. Ешқашан олай тастап жүрмеңіз. Демек, сіз өзіңіздің деңгейіңізден жоғары бір текст салып қойдыңыз, немесе сізге таныс емес жаңа сөздер көптеп кездесті. Ешқандай үміт үзбейміз, оқимыз, үйренеміз, ары қарай дамимыз. Түсінікті ғой? Енді осы жерде бір керемет сайт ұсыным келеді. Listen in English деген, Listen in English. Дәл осы сайтқа кіреміз. Бұл жерде сізге аудио түрінде де, видео түрінде де көптеген материалдар берілген, және олар тегін. Ол материалдар тыңдап қана қоймайсыз. Мына төменгі жағында көріп тұрған болсаңыз, тесттер бар. Сол тесттерін орындаймыз. Яғни ағылшын тілінде күніне кемі 3 аудио тыңдап, осының тесттерін орындаймын деген сияқты өзіңізге мақсат қойып қойсаңыз, жай-жайдан үздіксіз аз-аздан болсын даму байқалатын болады. Ағылшын тілінде listening дамытуға тағы бір мен ұсынатын бір методика, ол өзіңіз бұрын-соңды көрген фильм немесе мультфильмдерді ағылшын тілінде көру. Егер деңгейіңіз бастапқы деңгей болса, фильм көруді ұсынбаймын, өйткені фильм көру дегеніміз бірден адам самооценкасын түсіріп жібереді да, өйткені ол жерде түсініксіз қылып сөйлейтіндер көп болады. Сол үшін өзіңіз көрген мультфильмдерді көрсеңіз, не үшін мультфильмдер, өйткені мультфильмдер көбіне балаларға арналып түсірілген болады, және балаларға арналғаннан кейін олар жай сөйлейді, сізге ұғынықты тілде сөйлейді. Сондықтан да өзіңіз мультфильмдерді көру. Енді осы жерде бір ағылшын тілінде мен қандай мультфильмдерді көрсем деген сұрақ болатын болса, қараңыз, кеттік. Мысалы Шректі көріңіз, бүкіл сериясын. Немесе деген How to Train a Dragon дейді, как приручить дракона деген бар, соны көріңіз. Немесе Ballerina, яғни балерина деген керемет, Анастасия деген, ол да бір керемет мультфильм, in English, иә? Окей. Енді менің өзіме Toy Story мысалы деген. Қазір өйткені мен ағылшын тілінде неге осынша көп мультфильмдерді біліп жатырмын? Өйткені бұлардың барлығын мен өзім көргем. Мен өзім көргеннен кейін осы деңгейімді дамытуға арналған керемет дүние болған да. Және тағы бір дүние, егер сөздік қорды арттырғым келсе, Peppa Pigті ұсынар едім. Peppa Pigтің бір жақсы бір дүниесі тематикаға бөлінген түрлі тақырыптарда. Ол бір сөздік қорды дамытуға да өте жақсы көмектеседі. Сондықтан да мен сізге жай ғана отырып, мысалы осынша мультфильмдерді айттым. Осы мультфильмдердің бәрін көретін болсаңыз, сіз үшін пайдалы болады. Және де Коко деген бар, Тайна Коко деп аударған. Кокоға ағылшыншасы, соны көрсеңіздер де болады. Немесе Зутопиядан көріңіз. Зутопия дегеніміз қателеспесем орысшасы Зверополис, иә. Осы мультфильмдердің бәрін көрсеңіз, сізге өте пайдалы болады. Bir жағы кәдімгі бір танымдық, өте бір мағыналы мультиктер, және де екінші жағынан бір адамға сөз қорын арттыруға болсын, тыңдалымды арттыруға болсын, керемет пайдасын тигізеді. Енді осы жерде сұрақ пайда болады. Мен қай жерден мультфильмді көрсем болады деп. Біз өзіміздің курсты сатып алған адамдарға, яғни Speech English курсын сатып алған адамдарға Puzzle Movies'ді тегін сыйлаймыз, 2 жылдық подпискасын. Ол 2 жылдық подписканың ішінде, шынымды айтсам, бір 5000-ға жоқ мультфильм бар да. Және оның бір ерекшелігі үстін басқан кезде переводын да көрсетеді, және оның қандай сөйлемдерде қалай қолданылатынын көрсетеді. Сондықтан да бағана біздің Speech English курсын алған болсаңыз, сізге Puzzle Movies'ді әрине тегін сыйлаймыз. Курсқа жазылу керек деп ойланып жүрген болсаңыз, кішігірім сіз үшін бір ескерту. Осы жерде мультфильм көру кезінде бір проблема болады. Субтитрмен көре ме, субтитрсіз көре ме деген сияқты, иә. Егер сіз listening дамытуға арналған болса, субтитрсіз көргеніңіз абзал болады. Ағылшын тілінде субтитр subtitle дейді. Мысалы, егер сіз субтитрмен көргіңіз келсе, мысалы деген English cartoons, мысалы, or cartoons in English with subtitles десе, яғни ол субтитрмен сізге шығарып береді. Яғни субтитр ол subtitle, иә. Яғни дәл осыны жазған кезде ағылшын тілінде сізге субтитрмен мультфильмдер шығатын болады. Мындай бір қызық методика бар. Соншалық деңгейде менің өзім бір қиналып ағылшын тілін үйрендім дедім ғой. Қиналып үйрену кезінде English while you sleeping деген нәрсе бар. Яғни ұйықтап жатқан кезінде ағылшын тіліндегі дүниелерді тыңдау. Ағылшынша түстер көріп бастайсың. Оның бір пайдасы. Және де бір
адам ұйықтап жатқан кездің өзінде де кәдімгі болады ақпарат миыңа келіп тұрады да, кәдімгі ұйықтап жатқан кезде, ұйықтайын деп жатқан кезде де. Яғни осы бір дүниені әдетке келгенде жаныңыздағыларға кедергі келтірмеңіздер әрине, бірақ жаныңызда ешкім болмайтын болса, кәдімгідей күнде ұйықтар алдында да 10 минут, 20 минут бір өте оңай тексттерді тыңдап ұйықтайтын болсаңыз, ол не дейді, мысалы elementary English немесе деген intermediate English деген сияқты жазып қоясыз, сөйтесіз да бір түрлі подкасттарды қойып ұйықтайтын болсаңыз, сіз ұйқы алдында да бір адамға өте пайдалы болады. Мындай дүние бар, білім алу кезінде, мысалы жаттау кезінде өміріңізде қолданып көріңіздерші осы нәрсені. Күні бойы жаттаған дүниеңізді ұйықтар алдында бір қарап жаттасаңыз, түнімен миыңызда қорытылып сол бір дүние таңертең кәдімгідей автоматын бір жаттап шығасыз. Сондықтан да кез келген бір жаттауға тұрарлық дүниені ұйқы алдында бір қайталаңыз, және нәтиже сізге керемет бір нәтиже беретініне мен өз басымнан айтайын, өте сенімдімін. Сол үшін бір нәтиже беретініне ол шексіз ғой. Ағылшын тілінде кім көп тыңдайды, сол керемет сөйлейді. Сондықтан да ағылшын тілінде сөйлеп кету кезінде тыңдалымның рөлі өте жоғары. Ағылшын тілін бастауым керек еді, неден бастау керек екенін білмеймін, немесе ағылшын тілі бойынша кеңестер керек болатын болса, описанияда өзіміздің номерді қалдырдық, бағана біздің Instagram парақшаны қалдырдық, соған кіріп өз сұрақтарыңызды қойыңыздар. Өйткені біз білім беру кезінде адамдарға барынша ашықпыз. Бір адамға бір пайдамыз тиіп жатса қуанамыз. Өйткені біздің платформада бір айдың өзінде 1000-ға жуық адам білім алып жатады. Өте көп солардың алғыстарын естіп жатқаннан кейін барынша пайдалы болу үшін сіздер үшін осындай керемет дүниелерді жасап жатырмыз. Көргеніме өте қуаныштымын. Біздің каналға тіркелуді ұмытпаңыздар, өйткені бұл каналда өте пайдалы дүниелер әлде де алдағы уақытта шығып тұратын болады. Ағылшын тілін үйрену кезінде қандай проблема болып жатыр сіздерде, соны комментке қалдырыңыздар. Соған байланысты мен алдағы уақытта видеолар түсіретін боламын. Назарларыңызға рахмет.